Армысыздар, Атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Назарларыңызда ақпараттық сараптамалық түскі формат бағдарламасы. Сіздермен бірге болатын мен Айжан Ілиясқызы. Армысыздар. Ақпараттарымызды шұғыл жаңалықтармен бастаймыз. Ақтауда жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Бортта 67 адам болған. Оның 62-сі жолаушы, 5-еуі экипаж мүшесі. Адам шығыны бар. Бакуден Грозныйға бет алған рейсте Қазақстан азаматтары да болған. Алдын ала деректер бойынша ұшақ құстармен соқтығысқан. Салдарынан рульдік басқару бұзылған. Төтенше жағдайға байланысты әуе кемесінің командирі Ақтау әуежайына жедел қону сұраған, алайда ұшақ қону алаңына жетпей қалған. Әзірге аман қалған 25 адам туралы ғана ақпарат бар. Денсаулық сақтау министрлігі олардың басым бөлігінің жағдайы өте ауыр деп хабарлады. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Қазір апаттың мән жайын анықтау үшін жедел штаб құрылды. Әуе кемесінде 62 пассажир және 5 борт қызметкерлері болған. Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінен 3-ші шақырту бойынша барлық техникалар жіберіліп, қазір оқиға орнында өз жұмыстарын атқаруда. Адам шығыны бар, толық ресми ақпаратты шыққасын береміз. Төтенше жағдайлар министрлігі ұшақтың толық сөндірілгенін хабарлады. Қазір оқиға орнында дәрігерлер мен психологтар жұмыс істеп жатыр. Одан бөлек зардап шеккендерге туыстарына арналған жедел желі де іске қосылған. Экранда командалық орталық пен Ақтау қаласы бойынша нөмірлер көрсетілген, яғни мына нөмірлерге хабарласып ақпаратты мән-жайды білуге болады. 871 72 55 96 21 872 92 31 90 91. Осы байланыс нөмірлеріне хабарласып, туған туыс немесе таныстар туралы мән-жайды анықтап білуге болады. Апатқа ұшыраған әуе кемесіне келсек, ол бразилиялық компания шығаратын Embraer 190 орта магистралды қысқа фюзеляжды моделі, қысқа және орта қашықтыққа арналған. 2001 жылдан бері шығарылатын бұл ұшақтарды Қазақстанда алдыртқан. 2018 жылы алғашқысы келген. Жалпы Air Астана компаниясына 2018-де 2-еуі, 2019 жылы 3 ұшақ жеткізілген. Ақтаудағы жолаушылар ұшағы апатқа ұшыраған жерде дәл қазір біздің өңірдегі тілшіміз Жадыра Шалабаева да жүр. Ол қазір бізбен телефонмен тікелей байланыста. Оқиға орнында қандай жұмыстар атқарылып жатыр айтып беруге дайын. Жадыра, қайырлы күн. Қайырлы күн. Соңғы ақпараттармен бөліссеңіз. Біз қазір оқиға орындамыз. Бұл жерде жедел штаб құрылды. Ұшақтың өрті толығымен сөндірілді. Сонымен қатар барлық деңгейдегі құтқару амалдары жүргізіліп жатыр. Дәл қазір менің жанымда төтенше жағдайлар басқармасының маманы бар, Ерлан Сұлтанмұратов. Оқиға туралы қысқаша баяндап беретін болады. Ерлан. Қазіргі таңда Баку-Грозный бағыты бойынша ұшып бара жатқан ұшақ туралы рейсі Embraer 190 әуе кемесінің шұғыл жағдайы хабарланды. Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінен 3-ші шақырту бойынша қызметкерлер жіберіліп, барлық техникалар және де апаттар медицинасы орталығынан қызметкерлер жіберілді. Қазіргі таңда зардап шеккендер саны 25. Адам шығыны бар ғой? Адам шығыны бар. Адам шығыны бар. Оны жаңа біз облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбайдан сұхбат алған кезде растады, бірақ нақты санын айта алмай тұр. Облыстың медицинасы барлық науқастарды қабылдауға дайын екенін жеткізді. Шұғыл көмек көрсетуге сақадай сай деді. Сонымен қатар енді шетелдік азаматтар болған соң, олардың туыстары мен жақындары келіп хабар алатын болса, қонақ үйлер мен олар орналасатын орын жайларда дайындау үстінде екенін, дайындап жатқандығын айтып өтті. Сонымен қатар медициналық көмек тұрғысынан қан орталығында қанның жеткілікті екенін де жеткізді. Қазіргі таңда құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Мендегі ақпарат осы әзірге. Жадыра, ең басты адамдар аман болсын деп тілейік. Айта кетейік, еске салайық, біздің елімізде дәл осы ұшақтар қазіргі кезде қолданыста. Ендеше біздің халықтың, жолаушылардың қауіпсіздігі қаншалықты қамтамасыз етілген? Дәл осы сұраққа жауап алу үшін студиямызға арнайы сарапшыны шақырдық. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз.
Біз дәл қазір Қазақстандағы ұшақтың қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етілген деген сұраққа жауап алмақшымыз. Студиямызда таныс болыңыздар. Біздің бүгінгі тақырыпты негізгі осы төтенше жағдайға байланысты тақырыпты талқылауға және менің басты сұрақтарыма жауап беруге келген осы саладағы білікті маман, өз саласының маманы Абыл Кекілбаев. Сәлеметсіз бе тағы да? Саламатсыз. Енді бүгінгі мына төтенше жағдайға байланысты бізде өз негізгі басты тақырыбымызды өзгертуге тура келді. Осы ұшақтар біздің елде қазіргі кезде қолданылып жатқан, қолданыста бар екен айтып жатырмыз. Жалпы оның қауіпсіздігі қаншалықты жиі тексеріледі? Осыдан бастасақ. Негізі осы ұшақ Air Astana авиакомпаниясының ұшып жүр. Соңғы кезде ұшақтың қозғалтқышына байланысты бірқатар сұрақтар туындаған. Бірақ Азербайжан авиакомпаниясында 2013 жылдан бері ұшып жүрген ұшақ еді. Ол жерде бірінші модельді қозғалтқыштар болған. Сондықтан біздің Air Астанадағы ұшақтармен салыстыруға болмайтын шығарды деп айтуға болады. Себебі Air Астанада ұшып жүрген ұшақтардың E2 моделі болып саналады. Ол жаңалау ұшақтар. Сондықтан енді негізгі... Яғни мына апатқа ұшырағанында сол жаңалау модель ма? Ол да жаңа модель деуге болады. Негізгі ұшу қауіпсіздігіне байланысты айтсақ, бұл ұшақ өзін енді жақсы жағынан көрсетіп жүрген. Есіңізде болса, Air Астананың Испанияда ұшқан бір апатқа ұшыра жаздаған ұшағы осы модель. Ол жерде де осы двигательдерді ремонттан кейін ұшып шыққанда осындай жағдайға, құсас жағдайға ұшыраған, бірақ ол жерде аман қалған экипаж. Ал енді мына жерде соңғы мәлімет бойынша құстар қозғалтқышқа тиіп, оның жұмысына кедергі болды деген ақпарат таратылып жатыр. Соған қарағанда Ақтау әуежайына олар бекерден бекер қонуды сұраған жоқ. Ол апаттық жағдай болғандықтан Ақтау ең жақын әуежай болған соң, соған ұшып бара жатқан жолда жетпей осындай апатқа ұшырады. Ал бізде Air Астанаға қарасты 3 ұшақ бар деп жатырмыз. Олар енді авиакомпанияның соңғы мәліметі бойынша бұлар осы ұшақтан пайдаланудан бас тартып жатыр. Бұл ұшақ. Бірақ қазір қолданыста. Бірақ бар. Олар 2026 жылдан бастап осы ұшақтан бас тартамыз деген мәлімет таратқан ресми түрде. Неге? Енді олар бір тип Airbus ұшағының пайдалануға өздерінің күшін салып жатыр. Енді ол қаржы ұшақтың ұшқыштарына байланысты, инженерлік дайындығына байланысты бір ұшақты пайдалану оларға тиімді болып өздері солай шешкен. Сондықтан бұл ұшақтан олар ақырын енді қайтарып жатыр. Лизинг алған авиа мекемесіне қайтарып жатыр осы ұшақтарды. Ал бұл ұшақтар негізінен қай бағыттарға қатынайтын? Бұл орташа бағыттарға ұшатын, енді 120 ма сондай адам тасымалдай алатын ұшақтар орташа бағытта ұшады. Енді Қазақстанда Алматы мен Ақтауда да осы ұшақтардың ұшып жүргенін біз көргенбіз. Негізінде 1000-1500 километр қашықтыққа ұша алатын ұшақтар. Енді негізінен сонда біздің өз ел ішімізде ғана ұшады бұл ұшақтар, иә? Елімізде олар ұша алады. Сондықтан осы ұшақтарды енді жолаушылардың көлемі аз бағыттарда осы ұшақтарды пайдаланып жүрген біздің авиакомпаниялар. Енді жолаушылардың саны үлкен бағыттарда үлкендеу Airbustарды қолданып жүрген. Енді олардың бизнес моделі ауысып, лоукостер авиакомпаниясы пайда болған кезден кейін осы бағыттарда бір Airbus типті ұшақтарды пайдалануға олар өздері сондай шешім қабылдады. Бұл халықаралық бағыттарға қатынай ма жоқ па? Бұл ұшақ халықаралық бағыттарда да ұшатын.
менің енді ертеректе бұл ұшақтармен енді осы мына Қазақстанның көршілес елдеріне ұшып жүрді. Бұл өте енді соңғы мәлімет бойынша өте ұшу қауіпсіздігіне жоғары бағаланған ұшақ. Сондықтан оның енді мынандай аса күрделі апатқа ұшырамаған ұшақтар. Себебі былай тарихын қарасаңыз, аса көп енді 2020 шақты жыл бар болғанына ұшып жүргеніне осы ұшақтардың. Сондықтан олардың тарихы ондай көп апаттарға ұшырамаған. Ал қауіпті модельдерге қайсын жатқызуға болады? Ұшақтардың бәрі де ұшуға тиімді деп таналатын ұшақтар. Олардың бәрі де осы ұшу қауіпсіздігінен тексеруден өтеді. Сондықтан олар ұшуға рұқсат берілсе, олар ұшу қауіпсіздігін бәрін түгел қамтиды деген несімен ұшады. Ана қауіпсіз, қауіпті ұшақ деуге оларды бөлуге болмайды. Олар ұшып жүрсе, олардың бәрінің ұшу қауіпсіздігіне сәйкес келетіне сонда тексеруден өткен деген қағида. Соңғы ақпараттар бойынша ұшақта 6 Қазақстан азаматы болған екен. Қазір біздің телеграм каналымыздағы хабарламаға сүйенсек, бұл алдын ала ақпарат. Одан бөлек 37 Әзірбайжан, 3 Қырғызстан, 16 Ресей азаматы болған екен. Аман қалған ұшақ жолаушылары да бар. Олардың жағдайлары әзірге қазір белгісіз. Президенттің тапсырмасымен мемлекеттік комиссия құрылыпты. Оны вице-премьер Қанат Бозымбаев басқарады. Сондай Қасым-Жомарт Тоқаев дәрігерлерді Астанадан Ақтауға жіберуді тапсырған. Соңғы жедел ақпараттардың барлығын біздің әлеуметтік желілерден оқи аласыздар, және бізде барынша толыққанды мәлімет беруге тырысып жатырмыз. Әсіресе мына біздің елімізде ұшып жүрген ұшақтарға қатысты мәліметтерді айтатын болсақ, қауіпсіздік, қауіпті деп айтуға болмайды дедіңіз. Барлығы да қауіпсіз деп санау керек. Десе де біздің жолаушылардың қауіпсіздігі қаншалықты сақталған, ол қаншалықты жиі бақыланады? Енді осыған орай халықаралық азаматтық авиация мекемесі бізді 2021 жылы тексерген кезде 82% өздерінің талаптарына сәйкес келетіндігін жариялаған ресми түрде. Оған қоса осы 5 жылдан бері біздің азаматтық авиация саласында үлкен күрделі өзгерістер жүріп жатыр. Соның біреуі өз алдына бөлек азаматтық авиация әкімшілігі құрылған. Ол жерде осы саланың ең мықты мамандарын жинауға мүмкіншілік туындап отыр. Осы бағытта үлкен жұмыстар қазір атқарылып жатыр. Сондықтан мына ресми түрде таратылып жатқан ақпарат бойынша осы азаматтық авиация саласындағы шетелдік халықаралық ұйымдардың бағасы бойынша Қазақстан өте күрделі дамып жатыр. Сондықтан осы ұшу қауіпсіздігі байланысты былтырдан бері әртүрлі тізімдерден алып тасталынған. Ол ресми түрде айтылған. Қандай тізімдерден? Европаға ұшуға енді Европаның қара тізімі бар. Біздің көршілес елдердің бір қатары сол жерде болып жатыр. Сондықтан Қазақстан сол қара тізімнен шығуы 2015 жылы болған. Қара тізімнен түгел шыққан. Енді сол қара тізімге қайтадан кірмеу үшін үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Соның біреуі жаңа мен айтып кеткендей азаматтық авиация әкімшілігі құрылған. Ол жерге белгілі енді тәжірибелі мамандарды тартылып жатыр. Солардың енді сертификациялауменен жұмыстарын атқарылып жатыр. Бұл бағытта енді тағы да оң өзгерістер болады деп жоспарлап жатырмыз. Қаржыландыру мәселесі шешілді, олардың техникалық жабдықтау мәселесі шешілді. Адам саны да енді бұрын бір 50-60 адам қадағалап отыратын болса, қазір 200-дің үстінде адам осы азаматтық авиация әкімшілігінде жұмыс істеп жатыр. Осының бәрі осы ұшу қауіпсіздігінің жоғары деңгейге көтеретініне біз енді
атсалысып жатқанын бір белгісі. Өзіңіз ұшу қауіпсіздігіне қандай баға бересіз? Енді менде осы ұшу қауіпсіздігіне байланысты бірқатар сұрақтар бар. Біз осы өкілетті органдарменен оларды талқылап жатамыз. Ресми түрде де осы бұқаралық ақпарат жүйелері арасында біз осындай пікірталас өткізіп отырамыз. Бірақ негізі енді халықаралық ұйымдардың бағасы бойынша Қазақстанның ұшу қауіпсіздігі деңгейі орташа Европаның елдерінен де жоғары деп саналады. Сондықтан бұл жағынан үлкен жұмыс атқарылып жатқаны бізге бәрімізге мәлім. Ал енді күні кеше депутаттар осы Эйр Астанаға қатысты, жалпы біздің еліміздегі компанияларға қатысты сын айтты. Бұл негізі пікірлер бұған дейінде сан рет көтерілген. Соған қарамастан бір қандайда бір нақты шешімдер қабылданбай жатқан сияқты. Оған не себеп деп ойлайсыз, және сол депутаттар пікірмен сіз келісесіз бе? Мен толық біздің кеше депутаттардың көтерген сұрақтарының бәрімен мен келісемін. Бұл ең бастысы біздің ішкі нарықтарымыздағы бәсекелестіктің жоқтығы. Қазір ресми ақпарат таратқанда 6 авиакомпания ұшып жүрген айтылады. Бірақ сол 6 авиакомпанияның Эйр Астана группасы 68% ішкі нарықтағы ұшуларды қамтамасыз етеді. Бұл үлкен сан, сондықтан мына жерде бәсекелестік жоқ. Сосын осыған қоса рейстердің саны жетпейді. Көп жолаушылар уақытында немесе өзінің қалаған уақытында ұша алмай қалады. Оған қоса рейстердің аз болғандықтына байланысты билеттер тапшылығы тағы да көтеріліп жатады. Енді билеттердің бағасын мен айтпай-ақ қояйын, ол осы бәсекелестіктің жоқтығы. Сондықтан бір авиакомпания бір бағытта ұшып жүрсе, ол қалаған бағасын да қояды. Олар осы 20 жылдан бері келе жатқан авиакомпания, оларда статистикалық ақпараттардың бәрі бар. Сондықтан олар қай мезгілде қандай осы біздің тасымалдап жүрген жолаушылардың санын да біледі. Сондықтан сол ақпаратты пайдаланып, олар өзі билет тапшылығында, билеттің жоқтығында өздері реттей алады ішкі. Соған олар қазір бізде динамикалық бағаны пайдаланып жүрміз деп өздері ашық айтып жүр. Бірақ динамический бағаны құру ол тек қана пайда көру емес. Ол оған қоса осы рейстерде адамның санының көлемі, осы рейсте, осы бағытта қанша рейстердің де санын олар өздері реттеп отырған соң, осы жағынан олар бәрін өздері қадағалап отыр. Бәсекелестік болғанда, екі авиакомпания ұшса, екі авиакомпанияның арасында бәсекелестік болады. Сонда тасымалдайтын жолаушылардың да санын олар екі авиакомпания бір-біріне бағынышты болмасын. Қазіргі кезде Эйр Астана мен Флайер Астана бір-біріне бағынатын авиакомпания болғандықтан, бұны екі бөлек авиакомпания деп мен өз басым санамаймын. Сондықтан мына жерде лоукостер моделі деп айтылып жатыр ғой. Лоукостер моделінің өзінде бізде оған бәсекелестік болу керек. Лоукост модельдің ең тиімді бағалары қазір өзінің шешесі болып саналатын Эйр Астана авиакомпаниясының бағасынан да кейде жоғары болады. Бұл да менімше лоукост модельге ешқандай келмейді. Оны салыстырғанның өзінде лоукост модельге жатпайтыны да белгілі. Жаңағына сіз өзіңіз біздің ұшақтар 82% халықаралық талаптарға сай дедіңіз. Егер ұшу қауіпсіздігі бойынша, егер мысалы бәсекелестік орнайтын болса, басқа да компаниялар біздің елімізге келетін болса, осы пайыздық көрсеткіш жоғарылауы мүмкін бе? Осы біздің осы жүйені арттыру мәселесі бойынша бізде стратегиялық концепция бар. Ол стратегиялық концепцияда бұл көрсеткішті әрі қарайда көтеру мақсатқа қойылған. Осындай мақсатқа жету үшін біздің азаматтық авиация әкімшілігі өзіне қосымша мамандарды жұмысқа алып жатыр, оларды даярлап, оқытып жатыр. Сондықтан бұл көрсеткіш біздің ел үшін, менің өзім түсінігім бойынша, бұл әлі де өсетін көрсеткіш.
Жақсы, енді осылай деп сенейік, алдағы уақытта біздің жолаушылардың қауіпсіздігі жоғары деңгейде қамтамасыз етіледі деген ойдамыз. Бұл жағдай, бүгінгі төтенше жағдайға байланысты біздің әлеуметтік желілерімізде шұғыл ақпараттар таратылып жатыр. Сол жерден ең соңғы мәліметтерді біле аласыздар, және сәлден соң әріптесім де осы әуе апатына қатысты соңғы мәліметтермен бөлісетін болады. Абыл мырза, сізге студиямызға келгеніңізге алғысымды білдіремін. Рахмет сізге. Тек ғана жағымды жақсы жаңалықтармен жолығатын болайық. Қымбатты көрермендер, бүгін біз негізгі басты тақырып ретінде жеке сот орындаушыларына қатысты мәселені алған болатынбыз, және осы төтенше жағдайға шұғыл өзгертіп, өздеріңізге ең маңызды деген соңғы мәліметтерді ұсынуға тырыстық. Енді басты тақырыпқа келетін болсақ, жеке сот орындаушылардың қызметіне тыйым салынуы мүмкін, себебі оларға қарсы петиция жарияланды. Қолдаушылар саны 50 мыңнан асқан жағдайда құжат қарауға алынады. Петиция авторлары Қазақстанның ерлер альянсы сот шешімдерін мемлекеттік органдар ғана орындауы тиіс. Жеке сот орындаушылары өкілетін асыра пайдаланады дейді. Жеке сот орындаушылары болса, бұл алименттен жалтарып әкелік міндеттерін орындағысы келмейтіндердің бастамасы деген ұстанымда. Петиция әділдік үшін күрес пе, әлде заңдастырылған бейберекетсіздік пе? Қаламқас Нысанбай тарқатады. Жеке сот орындаушылары заңды бұзады. Осылай деген Алматы тұрғыны Андрей Кузьмин арнайы петиция жариялаған. Ол 2017 жылдан бері жеке сот орындаушыларының жұмысымен арпалысып келеді. Сөзінше, жеке сот орындаушылары адам құқығы тапталатын әрекеттерге жиі барады. Я начал оплачивать примерно целый год. Я оплачивал без просрочек алименты на своих 2 детей. А потом просто в компании произошли сбой. То есть не было, как любой бизнес, бывает сезонный бизнес, когда есть работа, бывает нет работы. И здесь у меня не стало перечислений в течение какого-то времени, и поэтому не было опять отчислений. Ал Астана тұрғыны Наил Есенаманов биылдың жаз айында алимент төлейтін соманы жалақыдан ұстап тұруға келісім беріп, жеке сот орындаушысына хат жіберген. Алайда олар дер кезінде жұмыс істемеген көрінеді, тек 3 ай өткен соң ғана барып әрекет еткен. Ал қала тұрғыны мұны жеке сот орындаушылары әдейі жасады деген ойда, артық ақша өндірудің амалы дейді. Ликвидировать сам институт ЧСИ и передать это в госорганы. Потому что частный судебный исполнитель, в первую очередь, он ищет выгоду себе. То есть он работает на себя, ищет выгоду. И вот 25%, за его услуги мы считаем это очень дорого. То есть, сидя в кабинете, нажал на клавишу, заблокировал. Считает вся его работа. Астана тұрғындарының арасында да жеке сот орындаушыларының жұмысына көңілі толмайтындар бар. Дым істемей отырып, еще 25% от какого-то долга хотят получить. Это же все равно несправедливо. Тоже кредит какой-то просроченный был. С этого взяли 25%. Надо было выезжать, из-за этого я заплатила. Азайтпаса болмайды ол бұндай жағдайда. Жаңа төлей алмай жүрсең өзің қысылып, ол тағы да алып қалатынымыз өзін. Жалпы жеке сот орындаушылары алимент, несие, айыппұл төлеуден жалтарғандар не төлей алмай жүргендердің артып келетінін айтады. Мәселен, Әділет министрлігінің дерегіне сүйенсек, биылдың өзінде алимент өндіру бойынша проблемалық істер саны 16 мыңнан асқан. Жалпы қарыз 20 миллиард 700 миллион теңге. Сондай-ақ осы жылы 1900-ге жуық адам алимент төлемегені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Қаламқас Нысанбай, Михаил Казначеев, Атамекен бизнес. Жеке сот орындаушыларының жұмысы кейінгі жылдары қызу талқыланып келе жатыр. Осыған байланысты бізде күн сауалын жолдап отырмыз. Телеграм каналымыздағы сұраққа жауап беру үшін экранда берген QR-кодты сканерлесеңіздер, біздің әлеуметтік желімізге өтуге болады. Ол жерде бүгінгі күн сауалы берілген. Жеке сот орындаушылары қажет пе? Қазірде дауыс беріп жатқандар өз пікірін білдіріп жатыр. Қарыздарды қайтару жұмыстары тиімді, жоқ, сот орындаушылары жеке болмауы тиіс, және үшінші нұсқа жоқ, сот орындаушылары жеке болмауы тиіс. Бір нұсқа. Осы пікірлермен келіспесеңіздер, онда өз ой пікіріңізді білдіруге мүмкіндік бар. Белсенділік танытып атсалыса отырыңыздар. Ал мен қазір студиямызға келген қонақтарды таныстырып, ең басты өзекті деген сауалдарға жауап алуға тырысам. Қымбатты көрермендер, байланыс нөміріміз 8700-940 хабарласып, өз ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ал біз бүгін жеке сот орындаушыларының қызметін мемлекетке қайтару керек пе деген басты сұраққа жауап аламыз. Ол сұраққа жауап беру үшін біздің студиямызға келген қонақтарымыз бар. Сәлеметсіздер ме? Таныс болыңыздар. Абдыкерім Ақжанов, Республикалық заң консультанттары алқасы төрағасының
орынбасары, Азамат Бердібеков Республикалық жеке сот орындаушылар палатасы төрағасының орынбасары және Аржан Садуақас заңгер, Астана қаласының заң консультанты, заң ғылымдарының магистрі. Қош келдіңіздер. Және скайп байланыста Унзила Шапақ, парламент мәжілісінің депутаты, заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі. Унзила ханым, сәлеметсіз бе? Дауысыңызды естімей тұрмыз. Унзила ханым. Қайырлы күн, сәлеметсіздер. Қайырлы күн, енді естідік. Унзила ханымның уақыт тығыздығына байланысты сұхбатты өзіңізден бастасақ, ең алдымен мына маңызды мәселені біліп алсам деймін. Еліміздегі жеке сот орындаушылары мен мемлекеттік сот орындаушыларының тиімділігін бағалап айта аласыз ба? Әрине, жалпы сот процесі аяқталғаннан кейін біз ешқашан айта алмаймыз. Осымен сот әділ сот орнады деп айта алмаймыз. Себебі соттың шешімі шыққаннан кейін келесі саты басталады, ол шешімнің жүзеге асырылуы. Егер де екі жақтың соттың шешімін орындауға тиісті тарап егер ақылына, пайымына салатын болса, сол сәтте, сол мезетте орындау керек сияқты көп жағдайда бұл орындалмай жатады. Талай жылдар бойы біз мемлекеттік сот орындаушыларға ғана бұны сеніп тапсырып келдік. Азаматтардың тарапынан, қоғамның тарапынан кәдімгі сұрақтар туындады. Олардың жүктемесі өте жоғары. Осыған байланысты бір кездері сол міндетті түрде жеке сот орындаушыларын енгізу қажет деген мәселе ұзақ талқыланып, соның нәтижесінде кірді. Жалпы жеке сот орындаушылар бірінші кезекте көмектесетініне, жәнегі соттың шешімінің орындалуын қамтамасыз етіп береді, жылдамдығына көмектеседі. Екіншіден, істі оңтайландыруға көмектеседі. Үшіншіден, мемлекеттік сот орындаушыларының жүйесіндегі үлкен жүктемені азайтуға көмектеседі. Яғни тиімділігі бар дейсіз. Олай болса, сіздің ойыңызша неге жеке сот орындаушыларына қатысты арыз шағымдар азаймай тұр? Негізі жеке сот орындаушыларға қатысты арыз шағымдардың көбі ол орындаушылардың жайбасарлығына байланысты туындайтын бұрын. Екіншіден, олардың қолданатын механизмге қатысты туындайды. Әрине, оны туындатып отырған жеке сот орындаушылардың ісіне қатысты кімнен туындап отыр? Орындамаған адамдардан ғой. Әрине, сол сот орындалмай, соны орындайтын адамдардың тәртібіне қатысты, олардың өтем қабілеттілігіне байланысты мәселе туындап отыр. Сондықтан олардың қызметін басынан бастап олар ауыр қабылдайды. Мемлекеттік сот орындаушыларға қарағанда жеке сот орындаушылары кішкене жылдамырақ, олардың енді алқымдай бастайтыны рас. Соған байланысты олардың тарапынан бірінші кезекте қарсы шығу кәдімгі психологиялық деңгейде тұр. Ал енді екінші кезекте туындап жатқан мәселе, жеке сот орындаушылардың олардың да тәртібінде, қызмет атқаруындағы кемшіліктер бар. Жәнегі азаматтың айтып атқанда дұрыс, сот орындаушылардың жүйесіне тез арада ақпаратты мәліметті кіргізбеудің нәтижесі мынандай салдарға әкеп соқтырып отыр. Ондай да бар. Жалпы сот орындаушылар туралы заңға негізделетін болсақ, біз сот орындаушыларына, жеке сот орындаушыларына қойылатын талап өте жоғары. Олардың мамандығына байланысты, олардың жауапкершілігіне байланысты үлкен талаптар қойылады. Дегенмен олардың қатарында да тәртіптік жауапкершілігі азырақ азаматтар кездесіп қалады. Бұл жерде енді жеке сот орындаушыларына қойылатын талап күштірек пе, әлде мемлекеттік сот орындаушысына ма? Егер заңға негізделетін болсақ, заңның өзі атауы былай деп аталады. Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі деп. Сондықтан бұларға қойылатын талаптар негізі бірінші кезекте айтамыз бірдей. Бірақ жеке орындаушыларға қосымша талаптар бар. Олар жеке болғандықтан.
Оның біріншісі жаңағы олардың белгілі палатаның мүшесі болатындығы. Сол палатаға кіру арқылы олардың жауапкершілігіне қойылатын талаптарда жоғарылайды. Иә, әрине. Ол жерде енді жаңа жеке сот орындаушылардың жұмыс туралы тиімділігі бойынша сөз қозғалып жатыр ғой. Осы эфирден алдыңғы сюжетке де қарайтын болсақ, бірнеше кісілер өз пікірін білдірді. Ол пікірге қарағанда жеке сот орындаушылар нақты ауқымды жұмыс істемей 25% алады дейді. Әрине онымен келісуге болмайды, себебі ол 25%-дан 3%-ға дейін оның ақысы төмендетілген. Жеке сот орындаушы өзінің қызмет ақысы. Және де бұл жеке сот орындаушылардың жұмысының тиімділігіне келетін болсақ, мысалы біздің жеке сот орындаушылардың барлық республика бойынша өңірде 8 миллионға жуық атқару өндірісі орындауда бар. Енді Әділет министрлігінің нақты есептік көрсеткішіне сәйкес, осы 2024 жылдың 9 айлығында бүткіл жеке сот орындаушылардың әрекетсіздігіне, іс-әрекетіне шағымдардың негізді шағымдары тек қана 1400 атқару өндірісі бойынша нақты арыздар, шағымдар тіркелген. Бұл деген сөз, жеке сот орындаушылардың жалпы өндірісіндегі орындаулардағы 1-ден 4 қана пайызын құрап отыр. Қалған 99% ешқандай да арыз шағымсыз орындалып жатыр деп айтуға болады. Соны қараңыз, қазіргі кезде мына Қазақстанның Ерлер Альянсы петиция жариялады. Ол жерде бір қатар нақты негіздемелер келтірілген. Енді ол бойынша да тоқталатын болсам, жаңа мен байқап қарадым, Кузьмин мырза да, ол кісі жаңағы арызды жазды, өзінің уәждерінде уақытша бір жұмыссыздық болған, соған байланысты сот орындаушылардан қандай да бір көмек немесе ары қарай қысымдылық көрген бойынша айтып жатыр. Бірақ ол кісінің атқару өндірісін ашып қарайтын болсақ, бүгінгі таңда Алматы облысының жеке сот орындаушыларында атқару өндірісі бар. Ол атқару өндірісі алимент төлеуден жалтарып, нәтижесінде 5,5 миллион теңгеге жуық қарыз бар. 5,5 миллионге жуық қарыз бар. Енді осыдан кейін мен ойлаймын, нақты халық тарапынан, өздеріңіз тараптарыңыздан нақты бір пікірге келу керек. Себебі әрине әр борышкерге, біз жаңа айттым, 8 миллионға жуық атқару өндірісі, есесіне 8 миллион борышкерлеріміз бар. Ол борышкерлердің барлығы сот орындаушыда жатқаны, ол соттың шешіміне дейін, оның заң күшіне енем дегенше 1 ай шешім уақытысы болады. Ол апелляциялық сатыдағы болады, кассациялық сатыдағы болады. Жеке сот орындауға жетем дегенше, ол борышкерлерде бірнеше ұзақ уақыттары оның соттың шешімін орындауға мүмкіндіктері болады. Және сол сотсы сатысындағы бітімгершілікке келуге де болады. Жеке сот орындаушыға өндіріске түскеннен кейін де оны өндіріп алушымен бітімгершілікке келетін болса, онда ешқандай ол борышкерде мәселе туындамайды. Мысалы, жаңа айтады, уақытша жұмыс табысы тоқтап қалды. Неге өндіріп алушымен келіспеске ол кісіге? Петиция жариялап, әр сот орындаушының үстіне арыз шағым жазғанша, ол кісіге өзінің өндіріп алушымен келісу керек. Қараңыз, бұл жерде Ерлер Альянсының авторлары неге жоқ деген сұрақ туындауы мүмкін. Біз оларға хабарластық, студиямызға шақырдық. Бірақ өкінішке орай қаншама адамның ішінде бірде-бір қазақ тілінде сөйлейтін маман жоқ екен, өкінішке орай. Әлде басқа себептері болды ма, оны білмейміз. Бірақ біз бейнесюжетте көрсеттік негізгі олардың талаптарын. Қосып кеткен отырды осы. Сұрайын дегенім жалпы, бұл петиция негізді ме? Қалай ойлайсыз? Жоқ, қазіргі таңда бізде заңнама бар, осы петициялар жайлы. Кез келген құқықтық немесе де әлеуметтік мәселелерді көтеру мақсатында Қазақстанның кез келген азаматы петицияны өзі құрып, заңнама тәртібінде 5 мыңға жоқ бірінші адамның дауысын жинау керек. Кейін талаптары бар, соның бәрін орындалған соң, ол бізді порталда тіркеліп, ары қарай талқыланады. Бірақ әрине негіздер әртүрлі болуы мүмкін. Біріншіден сот орындаушысы жеке және мемлекеттік деп бізде бөліп қарастырылған. Олар негізі менің ойымша дұрыс. Себебі әлемдік тәжірибені қарайтын болсақ та, мысалы Франция елінде, бізге ұқсас құқықтық жүйе, мысалы Германия елінде, оларда осылай бөлінген. Бірақ мысалы Германия елінде сот орындаушысы, мемлекеттік сот орындаушылар, олар сот жүйесіне кіреді. Себебі былай шынымен ойлап қарасақ,
егер де сот билігі мысалы өзінің шешімін оның орындатуы негізінен осы сот билігінің мүддесінде болуы керек, немесе жеке тұлғалардың емес. Сол себептен мысалға мемлекеттік сот орындаушылар олар міндетті түрде сот жүйесінің бір бөлігі болып саналады, соның ішіне кіреді. Ал бізде өкінішке қарай бұл атқарушы биліктің бір функциясына кіріп кеткен. Жеке сот орындаушылар олар бөлек, мемлекеттік сот орындаушылар мысалы сол атқарушы биліктің функциясына кіреді. Енді әр жүйеде өзінің мәселелері өте көп. Егер де бір сот орындаушы өзінің мысалға жұмысын дұрыс емес атқарған үшін бүкіл жеке сот орындаушыны алып тастау ол негізсіз болып саналады. Себебі немесе бірнеше тұлғалар болса да. Әрине критика бар, міндетті түрде ондай нәрсе болу керек. Сол кезде ғана мысалға осы жеке сот орындаушы немесе басқа да мемлекеттік функция, делегированный функция деген бар мысалға, мемлекеттік функциялары мысалға беріледі. Қазіргі таңда мысалға нарыққа беріледі. Соның ішінде мысалы жеке сот орындаушылары да бар. Эффективтік түрде қарайтын болсақ, жеке сот орындаушылары мысалға баяғымен салыстырған кезде мемлекеттік сот орындаушылармен салыстырғанда әрине бұлар мысалға өздерінің табыс табу мақсатында жұмыстарын атқарады. Бірақ кейбір кезде біз мынаны қарау керекпіз, жеке сот орындаушылары өздерін коллектормен шатастырып алады. Коллектор деген олар мысалға коллектормен шатастырып, мысалға адамға белгілі психикалық немесе де басқа да қысымдар көрсету мүмкін. То есть заңның аясына ол мүлдем сәйкес келмейді. Алайда кез келген тұлға, егер де оған ондай қысым көрсетілген болса, міндетті түрде мысалы палата бар жеке сот орындаушылардың, бізде әділет департаменттері бар әр өңірде мысалы, міндетті түрде соларға шағымданады. Сол кезде мысалға ондай сот орындаушысына, жеке сот орындаушысына міндетті түрде тексеріс ұйымдастырылып, мысалға оның жұмысының дәрмендігі немесе дәрменсіздігі қарастырылып шешім қабылдайды. То есть бұл жерде біз соны қарау керекпіз. Қазіргі таңда мысалы мен өкіл ретінде қандай қиыншылықтар туындайды мысалға не істеген кезде, қарыз өндіріп алу кезде, алимент өндіріп алу кезде, осындай кісілер, бағана кісілер сияқты атап өткен алименттерді мысалға әдейі төлемеу үшін жұмыссыз қылып өздерін көрсетеді, басқа бір табыстар жоқ қылып көрсетеді, тағы да басқа әртүрлі құйтырқы әрекеттерге барады да, сөйтеді өзін мен ешқандай қаражатым жоқ, төлей алмаймын, дүние мүлкім жоқ деп отыра береді. Ал негізі алиментті ол орындату керек, міндетті түрде мысалы мемлекетке барып, порталға тұрып жұмыс іздеу керек, сол айлығына мысалы төлеу керек. Әбдікәрім мырза, сіздің ойыңызша осы міндеттемелерді қазіргі кезде жеке сот орындаушылары орындай алып жатыр ма? Иә. Біз бастайық мынадан. Соттың шешімін орындау керек. Осы қазір таңда сот шешімдері 100% орындалып жатыр деп айтуға болмайды. Бүгінгі күнде мемлекеттік сот орындаушылар 200-ге жете ме, жетпей ме? 11-ші жылы негізі жаңағы жеке сот орындаушы институты құрылғанда 1000 мемлекеттік сот орындаушы болды. Қазір 200 ғана. Осы жерде сөзіңіз аузыңызда, ойыңызды ұмытып қалмаңыз. Қазір назарыңызға графика ұсынайық. Бұл жерде жалпы жеке сот орындаушылардың санын көруге болады. Біз осы уақытқа дейін қанша олардың саны не бітіріп жатыр деген зерттеу жүргіздікті, өз мәліметтеріміз таптап оған қарайтын болсақ, жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы берген мәліметтерге сүйенсек, 2019 жылы жеке сот орындаушыларының саны 2210 болған. 2020 жылы 2243-ке артқан. 2021 жылы тағы да көбейгенін көруге болады. 2260-қа дейін артты. 2022 жылы керісінше төмендеу басталған, яғни қазіргі кезде 2123 жеке сот орындаушысы тіркелген. Бұл іске қарайтын болсақ, қазіргі кезде осы жеке сот орындаушылары 9 миллион іс қарап жатыр екен. Оның ішінде алимент, айыппұл, коммуналдық төлем, банк пен микроқаржы ұйымдары алдындағы берешектер. Соның ішінде 3,5 миллионды сол банктер мен микроқаржы ұйымдарының несиелері және 273 мың іс алимент бойынша екен. Жалпы алғанда 9 миллион іс. Жаңа сіз Әбдікәрім мырза айтып тұрғандай, қазіргі кезде жеке сот мемлекеттік сот орындаушылардың саны 200 дедіңіз, иә? Ал жеке сот орындаушылардың саны 2123 екен. Бұл жақсы ма? Жоқ, керісінше ме? Ал аз бүгінгіде менімше. Негізі 2011 жылы жаңағы атқару ақпарат 1 миллион болады. 1000 мемлекеттік сот орындаушының кезінде. Қазір мінеке 2000 жеке сот орындаушы. Бірақ 9 миллион атқару ақпараттар 9 есе көбейді.
Жарайды, оның жартысынан көбі жаңағы айыппұл болсын, бірақ қалғандары соттың шешімі орындалмай, әділдік бүгін біздің әулетімізге қонбайды. Жоқ әділдік. Соттың шешімі орындалмаса, ол жай қағаз болып қалады. Сондықтан жеке сот орындаушылардың институты бүгінгі нағыз керек. Жарайды, негізі арыздар бұл түседі. Өйткені бір жағы борышкер, бір жағы өндіруші адам. Сондықтан бірдей біреуі жаңағы арыз жаза береді. Біреуі неге орындамайсың деп жазады, біреуі сен тым тез орындайсың деп, қысым жасайсың деп жазады. Сондықтан бұл жаңағы арыздар бола береді. Бірақ соның өзі де статистика бойынша жылдан арыздар азайып келеді. Сондықтан жаңағы петиция, негізі ондай петиция шығарса, ол негізі орынсыз деп мен де ойлаймын. Өйткені жаңағы жеке сот мемлекеттердің орындаушылардың оларды институтты жапсақ, жаңағы қалған 200 адам мемлекеттік сот орындаушылар түк те істей алмайды. Ал енді олардың санын көбейту үшін бюджеттен ақша керек. А кезінде бір-екі біздің әділет министрлері ең бірінші мемлекеттік қызметкерлерді қысқартамыз деген кезде өздерін қысқартпай, сот орындаушыларды қысқартып тастады. Сондықтан 200 ғана, бүкіл біздің республика 200 ғана мемлекеттік сот орындаушы. Комитетті біреуі құрды, біреуі құртты, енді қазір қайтадан құрайын деп жатыр. Комитетті жаңа сот орындаушы жөніндегі. А негізі соттың шешімі орындалмай, бізде әділдік бола ма, болмай ма? Зия ханым, сіздің ойыңызша қиын жағдай. мемлекеттік сот орындаушыларын санын арттыру керек пе, және қандай да бір осы жүйені жетілдіру бойынша заңнама қарастырылып жатыр ма? Жалпы осы 2024 жылы және заңға бірнеше өзгерістер енгізген болатын. Оның бірі жаңа өздеріңіз мәселе көтеріп отырыңыздар, штрафтық санкция бойынша жеке сот орындаушыларының 25% алуды біз оны алып тастадық заңнан. Сонымен қатар келесі бір үлкен мәселе оңтайландыру іс бойынша механизмді жетілдіріп бердік. Бұл міне осы қай айда, шілде айындағы өзгерісті кіргізіп, қазір жүзеге асырылып жатыр. Жеке сот орындаушылардың қызметін мен тоқтату орынды деп санамаймын. Себебі мемлекеттік, бізде болды ғой ол институт, мемлекеттік сот орындаушылар әлі де бар. Оның кезінде бұдан да көп мәселе туындаған. Яғни кәдімгі мемлекеттік сот орындаушылардың санын қанша қосқан күннің ішінде ол 2000-3000-ға бармайды. Қазір 200-ді біз көбейттік деп алайықшы енді абстрактылы түрде, 500-ге жеткізерміз. 500 адам және 9 миллион іспен араласқан қалай, 2000 адамның 9 миллион істі орындаумен араласқанымыз қалай. Үлкен айырмашылық бар, сондықтан бұл институт қазір өзі орынды жұмысын жасап келе жатыр. Бірақ жетілдіру бойынша әрқашан қарастырып отырамыз. Егер мен қателеспесем, осы жылдың басында, сентябрь айында, қыркүйек айында біз осы жеке сот орындаушыларының қызметін барып кездескен болатынбыз, біздің комитеттің депутаттары. Бұл бойынша қазір біз мына алиментті өндіріп алу бойынша сенат депутаттары, мәжіліс депутаттары бірігіп, осы жеке сот орындаушылармен бірге үлкен жұмыс жасап жатырмыз. 2 күн сайын жиналыс құрамыз десек артық болмайды. Соған белсенді қатысып отырған жеке сот орындаушылар палатасы. Алимент өндіріп алу бойынша жеке сот орындаушыларға бір қандай да мүмкіндіктер, жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін өзгерістер қаралып жатыр ма? Қазір біз соның жобасын талқылап жатырмыз. Азамат мырза, өзіңізден білейік толығырақ. Шын мәнісінде де парламент қабырғасы депутаттарымен өзіміздің тиісті комитеттермен кездесулер болып жатады. Жұмыс тобы құрылған, сол жұмыс тобымен әрдайым жұмыс істеліп жатады. Енді біз тарапымыздан енді борышкерлерді жаңа жалып жасады ғой, бізде жұмыс болмаса осындай қысым болады. Жоқ, олай емес. Бізде жауапкершіліктердің тек қана шоттарын бұғаттау, немесе оларды әкімшілік қылмыске жауапкершілікке тарту ғана емес, енді бізбен республикалық палатамен сол борышкерлерге жұмыс ұсыну жүйелі түрде жұмыс істейді. Себебі бізде
әкімшілікпен ортақ меморандум бар. Сол меморандумның аясында бос жұмыс жәрмеңкелері бойынша жеке сот орындаушылар борышкерлерге жұмысты ұсынып жатады. Дәл солай мына 2023-те 4000-ға жуық борышкер жұмысқа орналастырсақ, осы 2024-тің 9 айлығында 4000-ға жуық, сол 3800-ге жуық борышкерлер жұмысқа орналастырдық. Яғни одан түскен айлық табыстарынан өндіріп алушыларға ақшасын бөліп беріп жатамыз. Және де мына парламентпен ең басты өзекті мәселелердің бірі бұл борышкерлерді қылмыстық жауапкершілікке тарту. Сот тәжірибесінде заңға сәйкес оларға шектеу түрінде, бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындалатын болса, біз оларды қазір біздің ұсынысы бойынша палатаның ұсынысымен борышкерлерді мәжбүр түрде жұмысқа тарту. Яғни оны сот арқылы жұмысқа тартатын болсақ, біздің қоғамдық жұмыстарда жұмыс істейтін болса, солардың айлық жалақысынан біз сот орындаушылармен олардан жүйелі түрде ұстап, оларды өндіріп алушыларға алименттерін төлеп беретін едік. Міне осындай жұмыстар атқарылады. Дәл жаңағыдай айтылған дәйектерде тиімді деп айта аламын. Жеке сот орындаушылардың жұмысы мемлекеттік сот орындаушылардың жұмысымен салыстырғанда ол ең бірінші жүктемеге де байланысты көп болады. Мемлекеттік сот қазіргі кезде жеке сот саны, жеке сот орындаушылардың саны 2000-нан астам екен. Ал қаралып жатқан істердің саны 9 миллион. Бұл әр адамға бөлгенде жүктеме қаншадан келеді? Жүктеме әр адамға бөлгенде 200-ден атқару өндірістерінен, әр түрлі сот орындаушылар өздерін өндіріп алушылармен келісім шарт жасалған келісімге келген сайын алады. Негізі жүктеме орташа есепте қазіргі таңда әр сот орындаушыға 200-ден аса жеке сот орындаушыларға жүктеме. Бұл қалыпты ма әлде сапаға әсер ете ме? Жоқ, қауіпті емес. Бізде республикалық жағдай ма деймін? Жоқ, қауіпті жағдай емес. Бізден одан да жүктеме көп болса, бізде республикалық палатамен ай сайын жеке сот орындаушылар палатасы мүшелігіне қабылдау бізде жұмыстар жүргізіледі. Оның тиісті түрде лицензиясы бар адамдар, тәжірибесі бар адамдар жұмысқа алынып, әр жеке сот орындаушының өңірлер бойынша штаттық кестесін көбейту жұмыстары да тоқтап жатқан жоқ, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әбдікәрім мырза, сіздің ойыңызша енді осы жеке сот орындаушыларына түсетін шағым арыздарды азайту үшін нені өзгерту керек? Не істеу керек? Ол үшін жеке сот орындаушылардың қолдарын кішкене босату керек. Өйткені мысалы бір ғимараттарды сату үшін сот орындаушы соттың шешімін өндіру үшін сотқа қайтадан барып санкция сұрайды. Жарайды, ол жеке бір жалғыз бір үй болса екен, пәтер болса екен, жалғыз ғана жаңағы борышкерді. Бірақ бізде қазір заңда үлкен ғимарат болсын, кішірек ғимарат болсын, не болса болсын, оны жаңағы сатуға салымға салғанша жеке сот орындаушы сотқа бару керек. Сотта бір жаңағы 10-15 күн жатады. Мысалы, мінекей уақыт кетеді. Жаңағы, мысалы, үлкен ғимараттарды сот шешімін орындау үшін, құлату үшін, жаңағы үйден, пәтерден бүкіл бір семьяны шығару үшін жеке сот орындаушы негізі заң бойынша жаңағы полиция шақырту керек, пожарниктерді шақыру керек, жаңағы дәрігер сонда болу керек. Өйткені кім білет не болып қалатын. Кезінде тарихта болды ғой. Құлап секіргендер бар, өздерін жаққандар бар, мылтық атқандар бар. Алдыңғы жылы мылтық атып 200 сот орындаушы қайтыс болды, марқұм болды. Оның жеке сот орындаушының ондай несі полномочиясы жоқ. Сондықтан мысалы менде бір таныс сот орындаушы Алматыдан кезінде айтатын, мен жаңағы полиция, медик, ЧС-терді шақыру үшін ақша төлеймін өз қалтамнан. Жаңағы полиция. Ақша төлейді. 10-15 мың төлейді жаңағы полиция келіп қасында тұрған үшін. Енді бұл мәселені қалай шешуге болады деген сұраққа емес. Сондықтан мен айтайын дегенім, жаңағы осындай жаңағы ғимаратты құлату, үйден, пәтерден шығару, ол негізі мемлекеттің сот орындаушыларын соларға беру керек. Негізі. Өйткені жеке сот орындаушы жаңағы полициямен, медиа, дәрігерді, жаңағы ЧС-терді ол шақыралмайды негізі. Олар керек қылмайды оның қағаздарын. Мемлекеттік сот орындаушы онда қағазбен жаңағы қаулысымен міндетті түрде тұрғыза сол жерде. Сондықтан біздің көп сот шешімдері орындалмайтыны осыдан.
Содан кейін тағы бір бөлек шаруа, бір негізі орындалмайтындар. Біздің жергілікті органдар сот шешімін орындамайды. Бізге берген уақыт аяқталды деп әріптестерім белгі беріп жатыр. Сондықтан сіздерге алғысымды білдірем. Өкінішке орай бүгін бізге уақыт өте жеткіліксіз болып қалды. Сондықтан алдағы уақытта талқылаймыз деген ойдамын дәл осы тақырыпта. Қымбатты көрермендер, бізге берген уақыт аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Тура 10 минуттан кейін эфирге дневной формат шығады. Дәл осы тақырып талқыланады. Айтар ой пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Амандықта жүздесейік.